Ya dostlar, Ayım dұрыс айтады. 24 saat biz Ақбаянға няня боламыз. Ақбаянға тамақ беріп келеміз, тәтті келеміз, оны ойнағанбыз. Мынандай жеткен соң, дәшікке сапап келеміз, ол ойнайды. Ya dostlar, бүгін біз Ақбаянның көңіл күйін көтеріп, күнін керемет өткізген боламыз. Кел, мына жерде бірінші Ақбаянды көрсетейік Айым. Мына жерде Ақбаян ханым жатыр. Ойыншығын ойнап жатыр. Қазір біз Ақбаянға түрлі тәттілер, жейтін нәрселер әкеліп, көңіл күйін көтеретін боламыз, иә? Әкеле аласың ба? Маған бірінші ертегі оқып берді. Бірінші ертегі керек па? Қазір тәттілеріміз көрсетейік, міне. Ақбаян, Айым Ақбаянға тәттілер әкелді, достар. Мына жерде көрейікші қандай тәтті екен. Ақбаян, біз өзіміз білеміз ғой, не алып келетініміз саған. Қазір ертегіде оқып береміз ғой. Қабыл алсай біздің әкелген нәрсемізді. Мынандай банан, йогурт, пончики бар. Жей берсін, қалаған нәрсесін жесін. Ақбаян қазір қарнын тойдырып алсын, достар. Онан соң біз не істейміз? Иә, біз нянямыз ғой. Өтіп береміз осыны. Бұған қасығы жоқ па енді Айым? Қасық әкеледі. Біздің бөпемізде бар, достар. Ол бәрін қиратады. Ей, баспа, басуға болмайды балам. Ақбаян, көңіл күйің қалай? Күшті ма? Қолым істеп айтқан. Жалап қоясың. Не ғой? Не істейін деп жатсың? Йогурт жеп жатсың ба? Ұнап жатыр ма саған бөпе няня болған? Айым ана жақта тұр. Айым пысық қазір Ақбаянға қасық әкеледі, сосын бөпеге йогурт әкеледі, иә? Айым қасық әкелем дегенше Ақбаян ішіп жатыр. Мынандай істейін күштің ба? Достар, нең қызық кеттің? Күшті екен. Bizim de kıştı nasıl kıştı? Dostlar, Ayım gelem degенше ұйықтап қалатын болды. Бөпең ұйықтап қалды Айым. Bu kötüsü ne? Bu yarın kızıktan. Достар, біз осылай отырмыз, қазір қызықты етеміз, Ақбаянға ертегі оқып береміз, иә? Ал? Не дейді? Жандары. Достар, Айым няня өзі йогурт жеп алайын деп жатыр. Одан кейін ертегі оқимыз, иә? Ең қазір әдемілеп, достар, бұларға ертегі оқып беремін. Сендер де тыңдаңдар. Біздің каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңдар, достар. Достар, біз қазақ ертегі деген кітап әкеліп берген болатын. Папамыз... Екеу әкеліп. Иә, екеу бар. Сонда қазір Ақбаянға оқып беретін боламыз, иә? Айым таңда қандай ертегі оқып береміз? Гүл деген ертегі бар екен, достар. Таңдаш? Әдемілеп Ақбаянға оқып берейік. Бұл бөпеміз тез ұйықтап қалса, біз демаламыз. Давай ертек таңдаңдар, бұл оқиын мен. Қандай ертек таңдай? Осы ма? Достар, қыздар осы ертегін таңдады. Бәрі бір ертегі ғой. Алма деген ертек екен. Ал мен оқып берейін. Ал достар, біз ертегі оқиын деп жатырмыз. Сіздер де тыңдаңыздар. Қоңыр күз мезгілі еді. Ағаштың жапырақтары түсіп, тек жабайы алма ағашының басында жалғыз алма қалыпты. Ал достар, мен Ақбаянға ертегі оқып берейін деп жатырмын. Өзімді түсіріп осылай оқып берейін. Қоңыр күз мезгілі еді. Ағаштың жапырақтары түсіп, тек жабайы алма ағашының басында жалғыз алма қалыпты. Осы
осы кезде орман аралап жүрген қоян алманы байқап қалады. Оны қалай алуға болады? Алма өте биікте, секіріп жете алмайсың. Шырша бұтағында отырған қарға жаным, оқы шал, Ақбаян оқимыз. Балам тыңдайық, Ақбаян оқиын деп жатыр. Қандай ертегі оқиды екен? Гүл деген ертегі оқиын деп жатыр екен. Тыңдайық сені, Ақбаян. Bir баяғыда гүл жамбылдың астында қапты. Жамбыл жауған кезде сосын мұңайып қапты. Жамбыл жауды ғой деп. Сонда мен сүргері қой. Бірақ ол күнге кейді қатты жауып кетті жамбыл. Ақбаян мен Айым ертегі оқып болды. Өте қызықты ертегі екен, Ақбаян, иә? Біздің бөпеміз таласа керек оқсын. Енді Айым оқиды. Айым маған қарашы, оқыш бізге қарап. Bir баяғыда бұл қоян өтті. Сол қоян орманда адаспай жүріп, шекіп жүріпті. Қан қояныңды көрсетші бізге. На қоян туралы болып жатыр, иә? Басқа орманды көп қалып, соған шекіп барды. Сосын ол орманда қояды. Сосын көп азаққа байзаққа қарайды. Сосын ешкім жоқ кетеді. Содан кейін ол орманда адасып кетеді. Ақбаянға ертегі оқып беріп жатыр. Ақбаян ұйықтап бара жатыр. Айымның ертегісі ұнап. Содан кейін қоян аққа шекіп үйіне жете алмай қалып. Немен аяқталады ертегің? Немен аяқталады ертегің? Біз помадан алдық. Қазір Ақбаян ұйықтаватыр. Ақбаян қатты ұйықтаватыр. Қазір кішкене жасатын боламыз. Бетіне кішкене Айым сурет саламыз. Мен сондай нянямын дейді. Ақбаянның жынын айтсын дейді. Мынада жақып айтайын Ақбаян дейді. Ақбаян ұйықтаватқан кезде ояу болса Ақбаян келіспейді дейді. Айым, иә? Ayım anne de var ki. Bırak işte çok acı. Şimdi sınıf falan oluyor. Orada mama da çıkar. O şey көрінбейді мамада var mı? Baru belum jatuh ke Ақбаян. Бөпеңіз тұрған кезде жасаңыз болмай ма? Няня апай?